айтқым келген нәрсе осы Рамазан айын құлшылық айы етіп, нәпсіңізді тәрбиелейтін етіп, нәпсіңізді қинап болса да намаз оқытып, қинап болса да зікір айтқызып, Құран оқытып, Құран үйреніп, білім алқаларында отырып білім үйреніп, балаларыңызға жанұяңызбен бірге отырып, келіңіздер бірге Құран хатым қылайық деп, Құранды тарқатып жіберіп, Құран оқитын, оларға бірге үйіңізде тұрып 2 ракат болса да нәпіл намаз оқып, бірге дұға жасайтын, зікірді үйретіп, Аллаға деген құлшылықтың дәмін сездіретін ай болады. Жан ұясы бар адамдарға айтқым келетіні, бауырлар, Рамазан айын 1 ай бойы мейрам қылыңыз. Үйіңіздегі балалар, қыздар, осы айды келесіде осындай болсын екен деп сағынатындай етіп мейрам қылыңыз. Сөздің соңында осы дұғадан бұрын айтатыным, Рамазанды ғалымдарымыз 2 түрлі түсіндіріпті. Рамазан айы біріншіден Құранның түскен айы, сонысымен ұлық дейді. Екіншіден Рамазан айында көптеген фатх, көптеген мұсылманның жеңістері болған ай дейді. Мекке фатх болды Рамазан айында. Басқа кездерде де Рамазан айындағы соғыстар жемісін тапты. Бірақ соңғы кезде енді мынау Сириядағы уақиғаны айтып кетпесек болмайтын шығар деп ойлаймын. Себебі халықтың арасында осындай сөз кетіп жатыр дейді. Рамазан айы осындай ұлы жеңістерменен аталған ай екен, ондай болса келіңіздер бізге. Шахид болған адам тура жәннатқа барады. Рамазан айында пайғамбарымыз көп жихад қылуды бұйырған деген сияқты ұрандар айтып жатыр дейді. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да, одан кейінгілер де, одан кейінгілердің бірі де таққа таласып, мұсылманның басын қиған емес. Қиса да ол өмір бақиға күнә деп, оның қателігін бүкіл ислам мойындап кеткен. Пайғамбарымыздың өзіне саған тақ керек па, патша болғың келе ма, міне патша бол, бай болғың келе ма, мал жинап берейік деп барған кезінде не деді пайғамбарымыз? Менің оң қолыма күнді, сол қолыма айды қойсаң да, маған керек жоқ сендердің еш нәрселерің деді. Пайғамбарымыз дүние үшін, не бір мемлекетті басып алу үшін жұмыс істеген емес. Немесе Мұса алейхиссалам Фирауынның алдына барды. Неге көтеріліс қылды? Немесе үйіне күніге кіре салатын еді ғой? Өзінің пайғамбар екенін жасырып, түнде барып неге өлтіре салмады? Сөйтіп айтады, мен енді патшамын, енді осы үйде өскенмін десе, не, сен патша емессің дей ма? Олай да істеген жоқ. Тіпті Фирауынға не деді? Өзіңнің патшалығың өзіңе деді. Мынау халыққа мейірім жасашы, халықты қинамашы, маған қос, мен кетіп қалайын бұл жерден деді. Олайша соғысып тура жолды таптық деген нәрсе бұл қате болады. Бір пайғамбардан немесе пайғамбардың соңынан келген адамдардан ондай нәрсе болған емес. Біздің сәләф салихтарымыздан ондай іс болған емес. Сондықтан айтатыным, ескертіп бауырлар, бұл жасалынып жатқан нәрселер, мынау Сириядағы, менің ислам мемлекетін құрдым, міне осы мен халифа жатқан бұл топтардың бірінің айтқаны да біздің ислам шариғатына дұрыс келмейді. Біздің мұсылман ғалымдары жер бетіндегі көпшілігі ол кісіге бұның қате екендігін қанша рет дәлелдеп айтты. Сондықтан ескертетінім бауырлар, осындайда бір ұрандарды, осы Рамазанның ұлылығы, сіздің қуанышыңызды жұрттар алып келіп, бір болмағыр бір жаққа қарай бұрмауынан сақ болыңыз дегім келеді.